Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық етімен жасалынатын ең дәмді тағамдардың бірін ұсынғым келеді. Бізде бұл тауық еті өте жұмсақ, жіңішке және жасалу жолы 10 минутта болады. Ең бастысы, осы видеоны мұқият қараңыз. Ең алдымен тауық етін жіңішке қылып осылай турап аламыз, және бұны біз қазір жұқартатын боламыз. Оның пищевая пленканың көмегімен ұрғылау арқылы жұмсартамыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Енді соус жасау үшін бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Дәміне қарай шым тұз қосамыз және сүт қосамыз. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Тауық етін енді жұмыртқаға, одан кейін кептірілген нанға аунататын боламыз. Қызып тұрған табаға сұйық майымызды құямыз. Тауық етімізді саламыз. Тауық етін астыңғы бөлігін 3 минут, үстіңгі бөлігін 3 минут жабық крышкада пісіретін боламыз. Жай отта. Піскен тауық етіміздің үстіне лимон шырынын себеміз. Сол кезде тауық етіміздің дәмі ерекше болып шығады. Міне достар, бізде тауық етіміз дайын болды. Менде қасына гарнирға рис, өте дәмді, жұмсақ, сонымен қатар тез дайындалады. Ең бастысы, осы видеодағыдай қайталасаңыздар, дәл осындай болып сіздерде де шығады достар. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз.